Ресей Мәскеу қаласы Котловка өзені. Су өте аз. Өзеннің табаны тегіс екені анық көрінеді. Су ұзақ уақыт бойы бір жерде ағып жатқанда тегіс түбі пайда болады. Су өте тік жағалауларды шайып жатыр. Есіңізде болсын, түбі тегіс және көлденең. Жағасы тік дерлік. Біз уақыттың тереңдігіне сүңгеміз. Жақын өткенге көшейік. Бұл бүкіл шақ өзеннің бұрынғы түбі. Ол жерде заманауи түбі бар. Ал бұл ежелгі өзеннің түбі. Бұрын бұл жерден көп су ағып жататын. Су тік жағаны шайып кетті. Дәл қазіргі өзен сияқты. Бірақ бұл ежелгі жағалаудың биіктігі әлде қайда үлкен. Ұзын баспалдақпен көтерілейік. Өткенге қайта оралайық. Жоғарғы жағында біз тегіс аумақты табамыз. Мұнда да су ағып жатты. Тегіс түбінен су жуылады. Ол тік жағаны кесіп өтті. Мұнда ең көне су ағып жатқан. Қанша жыл бұрын бұл жер өзеннің түбі болған. Ағаштар бізге айтып береді. Бұл ағаш ең көп дегенде 200 жаста. Мұнда қалыңдығы ұқсас ағаштар көп. Жақын жерде қалыңдықтағы көптеген ағаштар өскенде. Бұл ағаштардың бір мезгілде өскенін білдіреді. Міне тағы бір қалың ескі ағаш. Және тағы да осындай ағаштар. Ағаштар суда өспейді. Аймақ кеуіп кеткен кезде ағаштар өсе бастады. Бұл 200 жыл бұрын бұл жерде су болған деген сөз. Бірақ кейін су төмендеп кетті. Су бірнеше метр төмен түсті. Бұрынғы түбі құрғақ аймаққа айналды. Судың мөлшері азайды. Ал су жаңа жағалауды жуа бастады. Мұнда су топырақты эрозияға ұшыратты. Мұнда жаңа түбі бар. Су бұл жерде ұзақ ағып тегіс түбін жуды. Үлкен және өте тегіс аумақ. Қараңдаршы, мұнда қандай ағаштар өседі? Жас ағаштар ең көбі 50 жыл. Мұндағы ағаштардың бәрі жіңішке. Олар жақында өсті. Өйткені ағаштар суда өспейді. Міне қазіргі су деңгейі. Мұның бәрі ежелгі үлкен өзеннен қалды.